Ассаламу алейкум, желі көрермендері, YouTube қолданушылары, біз кезекті жұмысымыз мына үй шарбаққа кішігірім палатка, яғни қазан ошақтың басына ішінде табақтар жиналатын, әртүрлі сондай той мерекелерге жарамды заттар жиналып тұратын ішіне палатка құрастырғымыз келіп отыр. Осындай кішігірім палатка дәл осы жерге болу керек деп отыр. Оның жалпы қысқаша түсінігі мынандай. Осындай фермадан, осындай стойкілерден 3 штук шығарамыз. Бойы 2 метр. Мынаның размерлері жалпы материалымыздың жеткеніне қарай шығарамыз. Жалпы палаткамыздың ені 3 метр, ұзындығы 4 метр деп есептеп отырмыз. Жалпы күйі мынандай 3 стойка болады. Сол 3 стойканың араларын 15 тұрба арқылы жалғап палатка құрастырғымыз келіп отыр. Жалпы палатка құрастырудың жалпы жүйесін толық түсіруге әрекет етемін, иншалла. Темір палаткамыздың бір бөлшегін құрастырып дайындап қойдық. Енді осыны шаблон ретінде қолданып, қалған 2 бөлшегін осының үстіне жинаймыз. Палатканың жалпы биіктігі 1,90 болды, себебі біздің алған темірлерімізді бөліп есептегенде сондай размерге келді. Ені 3 метр. Енді жалпы палатканың жүйесі құрастырмалы, яғни 3 бөлшектен тұрады, аралары 15 тұрба арқылы құрастырылып жиналатын кішігірім палатка. Палаткалардың жалпы 3 штук шығарамыз деп жоспарладық. Сол 3 штукты шығардық біз қазір. 2 шетке бір-бірден, ортасына біреуі тұрады. Палаткалар мынандай күйде құралды. Және де мындай втулкілер арқылы шермалық тұрбаны жаркілеп, осыларға 15 штанганы кигізу арқылы бір-бірін құрастырамыз. Бір-бірін жалғаушы. Сосын қайттан шешіліп, бір шетке жинастырып қойылады. Міне, бір күндік жұмыспен палаткамызды аяқтадық. Палатка мындай күйде құралды. 3 стойкадан тұрады. Солардың араларын 15 тұрба арқылы жалғанған. Аяқтарында пластинка бар, бұлай-бұлай қимылдап кетпес үшін. Палатка осындай күйде құралды. Материалдарға келетін болсақ, кеше айтып өткен 25 тұрбадан 4-еу, 15 тұрбадан 4 штук бар екен. Соған 15 тұрбасына тағы 1 штук жетпей қалды. Сосын үйдің айналасында табылған темірлермен жасадық. Палатка кішігірім. Ішіне той мерекелерді үйдің қасына құрып қоюға жақсы, және де жазды күндері летний гараж деген сияқты. Жаздық гараж болуға өте қолай екен. Жеңіл автокөліктер жеңіл сыйып кетеді ішіне. Кішігірім палатка бір күндік жұмыспен Аллахтың мейірімділігімен аяқталды. Не втулка деп алынбалы деп мынандай жүйемен алынып, сөйтіп барлық заттар жиналынады. Рахмет.